Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге осындай тек үш ақ заттан жасалатын, шаймен ішуге өте дәмді, қарапайым ғана заттармен жасалатын қызыл ірімшіктің рецебімен бөлісемін. Достар, алдағы уақытта шығатын менің рецептерімді өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, достарыңмен бөлісуді ұмытпаңыз. Бұл ірімшікті жасау үшін бізге ең алдымен 4 литр сүт қажет. Егер ірімшіктің көп болғанын қаласаңыз, оны көбейтуге болады. Мендегі 2 литр сүт магазиннің 4%-ық сүті. Осы сүтті асты қалың ыдысқа құйып, қайнағанша бетін жауып қоямыз. Сүт қайнағаннан кейін үстіне 300 граммдай айран қосамыз. Қолдың айраны болмағандықтан мен магазиндегі 2,5%-ық айранды қостым. Осы қоспамыз қайнағаннан кейін сарысуы бөліне бастайды. Осы кезде оттың астын азайтып, баяу отта 3,5-4 сағаттай қайнатамыз. Асты жабысып қалмас үшін арасында араластырып отырамыз. 4 сағаттан кейін ірімшігіміз осындай түске еніп, сарысуы азая бастайды. Сол кезде бетіне аздап қант саламыз. Дайын ірімшікті оттан алып, сүзгінің көмегімен сүзіп аламыз. Ірімшікті сүзіп, бетіне ауыр зат қойып қойдым. Немесе 2 литр банкаға су құйып, сонымен де басып қоюға болады. Сүзілген ірімшікті әбден құрғау үшін 8-10 сағатқа қалтырамыз. Осындай болып, формасын ұстап, өте дәмді болып шығады. Сүзгі болмаса, құрт сүзетін марляға да құйып сүзуге болады. Достар, менің каналымда алдағы уақытта шығатын керемет рецептерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, подписаться батырмасын басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз.